Бақыттың кілті жанұя. Ата-ана ақысы, ерлі-зайыптылардың міндеттері, бала тәрбиесі. Бұл кітап кең оқырман қауымға арналған. Отбасының қоғамдағы маңызы, отбасында ата-ананың құрметі, ерлі-зайыптылардың міндеттері, бала тәрбиесі секілді өзекті мәселелер баяндалады. Бүгін отбасы құндылықтарымыз үлкен қауіпте. Жаһанданып жатқан дүниеде заманауи деген ұранмен ұсынылып жатқан әдепке жат қасиеттерді сіңіріп, ақырындап түп тамырымыздағы құндылықтарымызды жоғалтып келеміз. Маскүнемдік, есірткі, ұрлық, зорлық-зомбылық секілді барлық жамандықтардың түбі негізінде отбасылық құндылықтардың бұзылуынан бастау алады. Бұл ақау дұрысталмайынша қаншама шырылдасақ та нәтиже өзгере қоймайды. Ұмытпайық, отбасы күшті болса, адам да, қоғам да күшті болады. Отбасылық құндылықтарымызға бекем болмасақ, келеңсіздіктер шешілмейді. Шешім отбасылық құндылықтарымызды сақтап қалу. Бақыттың кілті жанұя есімді бұл еңбегімізде жанұя ішіндегі әрбір мүшенің өзіндік рөлдерін және жанұяның қоғамдағы орнын көрсетуге тырыстық. Біздің дәстүрлі отбасы құрылымымыз мейірім, өзара құрмет, махаббат негізінде құралған. Отбасында әркімнің орны қандай, кімнің міндеті қандай, кімнің қай жерде отыратыны, кімнің жолы үлкен, бәрі орныққан. Рухани құндылықтарына ие нағыз жанұяны ешкім тізе бүктіре алмайды. Өмір ағысында алдарынан не шықса да, ол жанұя бүкіл қиындықтарға бірге төтеп береді. Тіпті шыңдалып, одан да күшейіп, артынша келетін көркемдіктерімен, қуаныштарымен де бөліседі. Алғы сөз. Жанұя жанды жаратылыстардың ішіндегі тек қана адамға тән болған ерекше құнды құрылым. Адамды басқа жандылардан бөліп тұрған маңызды ерекшелік. Жанұя қоғамның негізі, іргетасы болып табылады. Әрбір ғимарат іргетастардың үстіне қаланады. Ғимараттың іргетасы мықты болмаса, ғұмыры ұзаққа бармайды. Титтей сілкіністе-ақ қирап қалады. 19 ғасырда индустрияның жаңаруымен бірге бірнеше елдерде, әсіресе батыс елдерінде капиталист басшылардың әйелді экономикалық тұрғыда қолдана бастауымен бұл іргетас орнынан айнып, жанұялар үлкен сілкіністі бастан өткізді. Соған байланысты қоғамдар да сілкініс зардабын тартты. Бақытсыздық, рухани аштық шырқау шегіне жетті. Бұл сілкіністің ұшқыны біздің елде де әлсін-әлсін көрінуімен қатар күн өткен сайын әсері күшейіп келеді. Батыс елдеріне жету жарысы жүруде. Сол себепті жанұя ішіндегі келіспеушіліктер, түсініспеушіліктер, ажырасулар қарқынды жылдамдықпен көбейе түсуде. Бүкіл бұл қасіреттердің себебі жанұя ғимаратында тірек тастарының қызметін атқаратын ана, әке және балалардың орындарынан ауытқуы, өз орындарында болмауы. Өйткені ғимаратта қаланатын әрбір тас, кірпіштің орны бөлек, ерекше болады. Жанұяда қоғамда қайтадан тыныштық орнауы бұл тірек тастардың өз орындарына орнатылуы және табиғи қызметтерінің қалпына келуімен мүмкін болады. Біз бұл еңбегімізде жанұя ішіндегі адамдардың өзіндік рөлдерін және жанұяның қоғамдағы орнын көрсетуге тырыстық. Онда да өз ойымызды емес, қаншама ғасырлар бойы қалыптасқан, орныққан әдет-ғұрыптарымызды және хақ дініміз исламның әмірі мен тыйымдарын негізге алдық. Сондықтан келтірілген мәліметтер үйреншікті өмірімізге қайшы болып көрінсе де, нәпсімізге ауыр тисе де, заманымызға жараспайды деместен, қолымыздан келгенше орындай алмағандарымыз үшін хақ тағаладан кешірім тілеуіміз керек. Бәрімізде алған жиһазымызды қолданбастан бұрын оны жасап шығарған инженерлердің дайындаған қолдану нұсқаулығын оқимыз. Өйткені бұл жиһаздан ең тиімді, сапалы түрде өнім ала алу үшін мұны қалай қолдану керектігін ең жақсы білетін осы инженерлер екеніне сенеміз. Сол секілді адамды және жанұя құрылымын жаратқан Аллаху тағала олардың ең жақсы түрде
Өмір сүру үшін, жанұяның бақытқа бөленуі үшін әрбір жанұя мүшесінің рөлдері қандай болуы керектігін өте жақсы біледі. Ал дінге жат мәліметтер сынақтан өткізуге, қателесуге келіп тірелетін жарым-жамау нәтижелердің жиынынан құралады. Мұндай мәліметтер адамдарды қоғамдық қателіктерге түсіруі мүмкін. Бүгін пайдалы сияқты болып көрінген қаншама істердің ертеңгі күні қаншалықты зиянды екені анықталып жатқанын көп көріп жүрміз. Барлық мәселедегі секілді, жанұялық өмірде де қалай әрекет ету керектігін және жанұядағы рөлдеріміз қандай болу керектігін ислам ғалымдарының құнды кітаптарынан үйреніп, соған сәйкес өмір сүруге тырысуымыз керек. Біз бұл кітабымызда ислам ғұламаларының құнды кітаптарынан пайдаланып, бұл теңдесі жоқ ілімдерді сіздерге ұсынуға тырыстық. Құран кәрімде Аллах үйлеріңді сендер үшін тыныштық және бақыттың мекені етті делінген. Ал үйлеріміздің тыныштық және бақыт отауына айналуы Аллаху тағаланың білдірген үкімдеріне мойынсынуымызға байланысты. Бұларға неғұрлым көп мойынсынатын болсақ, бақыт пен тыныштықта соғұрлым арта түседі. Мойынсынбайтын болсақ, әркім өз бетінше ереже, үкім шығаратын болса, үйлерде тыныштық қалмайды. Үйі тыныш болмаған қоғамның көшелері де тыныш болмайды. Ол қоғам қашан, қай жерде жарылатыны белгісіз қозғалыстағы минаға айналады. Мұның зардабын бүкіл адамзат тартады. Хақ тағала бәріміздің үйімізді, отбасымызды бақытты етсін. Дінімізде жанұя. Ислам діні қоғамның бақыты және адам ұрпағының дені сау, салауатты жалғасуы үшін жанұяның қажетті екендігін білдірген. Осы себепті некені халал қылып, зинаны және зинаға жол ашатын еркін қатынастарға тыйым салған. Әйелдерге ешбір діннің, ешбір жүйенің бере алмаған қадірін, мәртебесін берген. Расулулла алейхиссаламның уәда хутбасындағы насихаттарының бірінде әйелдеріңді жәбірлемеңдер. Олар Аллаху тағаланың сендерге берген аманаты. Олармен жұмсақ, жылы мәміледе болыңдар. Оларға жақсылық жасаңдар деп бұйырған. Тағы бір хадис шәрифте жәннат аналардың аяғының астында деп айтып, әйелді қорғауда теңдесі жоқ мәртебе танытқан. Бірақ еркектер ислам бойынша жанұяның басшысы деп саналады және әйелдерге қарағанда жоғары дәрежеге ие. Хақ тағала әйелді еркектің қамқорлығына берген. Құран кәрімде еркектер әйелдердің басшысы және қорғаушысы делінген. Сонымен қатар еркектердің әйелдерге қатысты шарихи ақылдары болғаны секілді, әйелдердің де оларға қатысты ақылары, міндеттері бар. Жанұяның бақыты және әлеуметтік өмірдің тыныштығы жанұяны құрайтын әйел мен еркектің өз міндеттері мен жауапкершіліктерін біліп, орындауларына байланысты. Жанұя ішінде әйел мен еркектің бір-бірлерін түсініп, сабырлы, кешірімді болулары жанұя бақыты үшін шарт болып табылады. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне құрметпен қарауы және міндеттерін білуі ұяның бақытына апаратын маңызды қағидаларының бірі. Жанұяда тәртіпті әке орнатады. Әке әділетті болса, жанұяда бақыт болады. Ақылды ерлі-зайыптылар бір-бірлерін ренжітпейді. Соңғы дәуірдің ислам ғұламаларынан Хусейн Хилми Шық рахметуллахи алейх еркектің әйелімен қарым-қатынасы жөнінде былай деген: ақылды ерлі-зайыптылар бір-бірін ренжітпейді. Өмірлік жарын ренжіту жанұя бақытының бұзылуына себеп болады. Залым, жаман мінезді адамның өмірлік жолдасы тұрақты ренжи беруден жүйкесі тозады, жүйке ауруына шалдығады. Жүйкенің тозуымен түрлі аурулар да шыға бастайды. Өмірлік жолдасы ауру болған адам құрыды деген сөз. Бақытының соңы келді, жолдасының қызметінен, көмегінен махрұм қалды деген сөз. Өмірі оның дерттерін тыңдаумен, оған дәрігер іздеумен, оған үйренбеген қызметтерді жасаумен өтеді. Осы пәлекеттерге бітпейтін қиыншылықтарға әйелдің немесе күйеудің жаман мінезі себеп болады. Бұлардан ұзақ, бақытты ұяның негізі екі жақты күлімдеген жүз бен жылы сөз және түсіністік пен кешірімділік. Ал бұларды дініміз әмір етуде. Бұларға мойынсұнған адам дүниеде де, ақыретте де бақытқа қауышады. Жанұядан мақсат
ұрпақты жалғастыратын балалар. Адамның өлгеннен кейін жақсылықпен еске алынуы үшін қоғамға пайдалы туынды немесе пайдалы ғылым немесе қайырлы бала-шаға қалдыру керек. Барлық нәрсе ұмытылған күнде де бұлар ұмытылмайды және өлген адамның игі істерінің жалғасуын қамтамасыз етеді. Олай болса, баланы жақсы, үлгілі қылып жетілдіру әке-шешенің ортақ міндеті. Ана баласын тікелей өзі емізіп өсіретіні, үнемі жақсы мінезді үйретіп жүретіні секілді, бұлардың баспанасын, азық-түлігін, материалдық және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз ету ең алдымен әкенің міндеті болып табылады. Ислам дінінде мінез-құлық тәрбиесі мен ілімге қатты мән беріледі. Надандық пен тәрбиесіздікке жол берілмейді. Сол себепті әрбір ата-ана баласына ілім, көркем мінез, тәрбие және діни міндеттерін үйретуі тиіс. Үйретпесе, олардан жауапкер болады. Өйткені барлық бала жақсы көруді, жақсы көрінуді, құрметті осында үйренеді. Тәрбиені және жүйелі өмірге осында дағдыланады. Аллаху тағалаға сенуді, пайғамбарға деген сүйіспеншілікті, отанға, ұлтына, салт дәстүріне және әдет-ғұрыптарына деген құрметті осында үйренеді. Балалар 6 жасқа дейін адамдық ерекшеліктерін жанұядан алады. Сондықтан жанұяның ұқыпты, сапалы болуы өте маңызды. Жанұялық өмірдің жүйелі, дұрыс болуы балалардың көркем мінез бен адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіріп өсулеріне ықпал етеді. Тәрбиелеу мақсатымен әке-шеше баласына қаталдық танытуы мүмкін. Бірақ бұл қаталдық жазықсыз баланың жүрегінде терең жара ашатын таяқ түрінде болмауы тиіс. Шамадан тыс қаталдық таныту көбіне балада өтірік айту әдетін, қулықты және әрекеттерінде тұрақсыздықты қалыптастырады. Әке-шеше ұл-қыздарын үнемі қадағалап отыру керек. Әсіресе олардың жаман достардан ұзақ жүрулеріне мән беру керек. Жаман дос баланың ең үлкен дұшпаны. Балалардың үлкені де, кішісі де ата-анасына мойынсыну мен құрмет көрсетуде кемшілік етпеуі тиіс. Өмірдің түрлі қиындықтары мен зардаптарына төзіп, балаларын өсірген ата-ана әрине құрмет пен мойынсынушылыққа лайықты. Құран кәрімде Аллаху тағалаға мойынсыныңдар дегеннен кейін әке-шешелеріне мойынсыныңдар деп бұйырылған.